Бәріне сәлем. Бүгінгі видеомның тақырыбы ғаламтормен және компьютердің пайдасы мен зияны туралы болмақ. Ендеше бастайық. Ғаламтор дегеніміз ол бүкіл әлем қолданатын және ең көп таралған желі десек те болады. Ғаламтордың адам өміріне зияны да және пайдасы да көп. Интернет адам өмірін жеңілдетті. Мысалы, қазір біз 21 ғасырдамыз. Бұрынғы адамдар секілді газет оқып немесе кешкі уақытта теледидардан жаңалықты күтіп отырмаймыз. Бір жай ғана ғаламторға кіріп, өзімізге керек ақпаратты таба аламыз. Ғаламтор арқылы әлемге танығандар да аз емес. Тіптен осы ғаламтор арқылы басқа елдегі адамдармен достық қарым-қатынасты да құруға болады. Тіптен тағы да бір жағы, алыстағы жақындарыңызға қоңырау шалып, сағынышыңызды баса аласыз. Бұл технология алыс қашықтықта орналасқан туыстарыңызбен хабарласу үшін өте ыңғайлы. Бірақ жаңа айтқандай, ғаламтордың зияны да бар. Ең бірінші ол тәуелділік. Бұл дегеніміз, яғни адамның интернетсіз тіптен бір күннің өзінде өмір сүре алмауы. Олар өзін виртуалды әлемдемін деп сезінеді екен. Сонымен қатар, виртуалды әлемде адам саны көп, яғни тым шектеулі болғандықтан виртуал бандиттер де бар, яғни пайда болуда, немесе қазіргі тілде айтқанда қауіпті адамдар, немесе хакерлер, тағы да басқа. Олар өздерінің бұйрығын көбінесе жасөспірімдерге бұйырады екен. Осыны және де алданған халық орындап және зардап шегеді екен. Ендеше құрылғыға келсек, мысалы компьютерді алайық. Компьютердің жаңа ғаламторға да көптеген байланысы бар. Сондықтан мен сіздерге дәл қазір компьютердің зияны туралы айтпақпын. Компьютерді шамадан тыс пайдаланса, зиянды сәулелерге ұшырауымыз мүмкін. Компьютер алдында тым көп отырған адамның көру қабілеті төмендейді және де бел, арқа, омыртқа ауруларына әкеледі екен. Компьютер дегеніміз ол ақпарат үдерісі десек те болады. Ақпарат үдерісі ол қажетті ақпарат алу, тыңдау, көру, іздеу десек те болады. Мысалы, компьютердегі бірде-бір қателік ол шектен тыс қарау немесе қолдану. Осы адамның жүйкесіне салмақ түседі және де адам жабық әлемде пайда болады екен. Қорытындылай кетсек, соңғы жылдары бүкіл әлемдік интернет желісі компьютер құрылғысы адамзаттың дамуына үлкен серпіліс берді. Бірақ бұл технологияларды ақылды, қонымды мөлшерде қолдану керек. Сонда ғана біз ғаламтордың да және компьютердің де пайдасын таба аламыз. Ендеше, менің видеом аяқталды. Компьютерде, ғаламторда экономды қолданайық. Және бұл уақытымызды тиімді өткізейік.